Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз жақсы ата-ана болу тақырыбы төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Арнайы қонағымыз психолог-сарапшы Абдрахманова Зухра Отанқызы. Қош келдіңіз, Зухра ханым. Жалпы өзіңіз туралы айта кетсеңіз, қысқаша. Сәлеметсіз бе, Айнұр? Жаңа сіз айтып кеткендей, мен сарапшы тренер болып табыламын. Отбасылық академия деген қоғамдық қорда. Жалпы өзімнің тәжірибем, психолог болып жұмыс істеп отырғанына 10 жылдан астам тәжірибелігім бар. Жалпы жұмыс барысында сізге жүгінетін адамдардың ішінде ата-аналар ғой, енді көбінесе мысалы, не маңызды ата-аналарға? Қазіргі деңгейде көп ата-аналар түсінеді, балаға деген тәрбиесіне көңіл аудару керек екен. Көңіл аударғанда да ол дұрыс жағынан аудару керек екенін. Ол өте қуандырады бізді сарапшылар ретінде. Сонымен қатар көп ақпараттың ішінде не нәрсе маңызды, не нәрсеге көңіл аудару керек екен, сол туралы көп айтып біле жүрген жөн деп есептейміз. Жақсы ата-ана болу тақырыбын зерттеуші ата-аналар көп, яғни сізге келетін ата-аналардың ішінде. Жақсы ата-ана болу деген не, жалпы біздің көрермендерге түсіндіре кетсеңіз? Өйткені мысалы, біреу ойлайды, баланы тәрбиелеу, былай ғана тәрбиелеу керек, жаман сөз айтпау керек деген секілді. Басқа біреу еркіндік көбірек беру керек деген секілді ойлайды. Әрине, жаңа айтып кеткендей, өте ақпарат тым көп болғанда да, оның өзінің бір жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Ата-ана болғаннан кейін ата-ананың құқығы таңдауды, қай мен осы бағытта алады екенмін, қай бағытта өз балама тәрбие көрсете бере алады екенмін деген. Сонымен қатар, енді қарастырып отырсақ, бірнеше принциптар бар, жалпы тәрбиеге қарастыратұғын. Соны айта кетсек, егер де мен нақты толығымен жақсы ата-ана болу деп есептеген келсе, онда ең бастысы, ең маңыздысы балаға деген құрметпен қарау. Біз көбінесе оны басқадай түсінеміз. Біз ойлаймыз, баланың айтқанын істей беру керек деп, ол деген құрметпен деп. Ол мүлде олай емес. Баланың жеке өзінің орны болу керек. Оның жеке деген көзқарасы бар. Соған көңіл аудара біле, соған мән бере біле, жақсы ата-ананың қасиеті деп табылуға болады. Мысалға егер келтіріп отырсақ, біз көбінесе солай жасаймыз. Міне, өзіңізге кішігірім былай тест ретінде қарастыруыңызға болады. Сіз келе жатарсыз, балаңыз ойнап жүреді, бір уақытта бір нәрсеге жүгіріп бара жатады. Сол деңгейде сіз жақсы көріп балаңызды ұстап аласыз да, балаңызбен ойнап, өте жақсымау, күнім-ау, айым-ау деп құшақтап сүйіп жібере саласыз. Ал былай қарастырып отырсаңыз, біз баланы мына жерде құрметтемейміз. Біз өзіміздің баланы жақсы көргіміз келгенін соны ескере ала отырып, баланы көтеріп алдық. Ал егер де біз құрметпен қарап отырсақ балаға, біз баланың өз ісін аяқтауға уақыт беруші едік. Яғни бала мақсат түрде бір жерге бара жатқан шығар, ойыншығын алуға деген. Әрине, ол өзінің бір мақсаты бар қойған, өзінің бір бағыты бар соған. Сол өз шаруасымен кетіп бара жатқан кезде, біз енді мынау көбінесе кездесетін осындай бір үлгі деп айтуға болады. Соны ескере ала отырып, өзімізге байқап отырсақ, егер де балам менің қандай бағытта жүргісі келеді, қандай қызығушылық білдіреді екен, баланың бағытына біз көңіл аударып қарастырсақ, ол өте жағымды ата-ана, өте жақсы ата-ана деп есептеуге болады. Сонымен қатар балаға орта керек. Ол бала үлкен болған жоқ. Ол біз үлкендер бала болдық. Орта дегенде нақты қандай? Балабақша мысалы орта бола ала ма балаға? Балабақшада орта бола алады. Сонымен қатар жалпы үйімізде де балаға қауіпсіз орта, ол біздің үлкен ересектердің міндетіміз деп айтуға болады. Ол баланың өзінің бір кезеңдері бар, өсіп жатқан. Сол кезде сол кезеңдерге сәйкес, мысалыға кішкентай балаға ұсақ нәрселер жайылмау керек, розеткалар дейміз, солар жабық болу керек. Қауіпсіз орта ол біздің ересектердің міндетіміз. Сонда жалпы баланы бағыттап, оған оны тәртіпке салып отыру қаншалықты дұрыс ол? Сұрағыңыз өте маңызды. Себебі біз баланы тәртіпке салу дегенімізді сәл басқадай түсінеміз. Мысалыға, егер айтсақ, баланы біз жаман нәрсе бір дұрыс емес істі жасаса, соған көңілін аударып, сол жағынан біз балаға ары қарай қарастырамыз. Біздің ойымызша, ересектердің ойынша біз оны түзейміз деп ойлаймыз. Ал егер де былай қарастырып отырсаңыздар, біз жаңағы айтып отырған принциптарымызға сәйкес жалпы жақсы ата-ана болу үшін баланы қателігін өзі түсінуге, соған көңіл аудару керек те, сол жағынан жұмыс істеу керек. Мысалыға, егер де бала жағымсыз бір жағдай жасаса, ол кезде біз баламен бірге оны талқылап, балаға жаман жағын көрсете білсек,
сол тиімділеу болады. Оны тәртіпке салып, әлгі бір жазалау бірдеңкелерін қойғашек, одан да осындай бірлесіп отырып, баланы сыйлай отырып, құрметтей отырып, сонымен бірге оны түсіндіруге. Себебі біз ересектер, біз осы шекараны орналастырамыз. Бала бізден үйренеді, қандай шекара құру керек екенін, және де сол шекара бойынша қалай жұмыс істеу керек екенін. Ол тек қана маған маңызды, маған керекті нәрсені ғана ала беріп істей беру емес, басқа да адамды сыйлау керек екен, басқа адамның да тілегіне бөлу керек екенін білу керек. Қандай нақты тәрбиенің түрлері бар ма? Осылай тәрбиелеу керек деген секілді қандай да бір ажыратып айта отырсаңыз арасын. Тәрбиенің 4 түрін бөледі. Бірнеше түрі деп айтқан ішінде ең бастысы 4 түрдің біріншісі ол авторитетті. Көп жерде оны демократиялық түрі деп аударады. Сол авторитетті түрде осы жерде жаңағы негізгі принциптарымыздың бәрін ескере ала отырып, баланың тек қана әлгі маған деген, мен деген сұрағанын бере беру емес мәселе, а баланы сыйлап, жаңағы айтып отырдық қой, өзінің бір бағыты болса, соған құрметпен қарап, соны біле отыру, сол жағынан ол жалпы ата-аналар өздерінің авторитетті ретінде баланы құрметтей, сонымен қатар шекараны да қоя білу. Ол не нәрсе жақсы екен, не нәрсе жаман екен, соны айыруға білетіндей, ол ата-ананың міндеті. Ол авторитетті түрде баламен бірге бірлесіп, осылай сыйластық көрсетіп, баламен бірге осындай түрлеріне қарастырып жасағанға. Авторитарлық дегеніміз, ол ата-ана тек өзін айтқанын дұрыс деп есептейді, тек менікі дұрыс деп, бала өзінің ой пікірін білмейді. Бұнда мынандай сөздерде де пайдаланады кейбір ата-аналармен: сен кімсің? Міне, мен айтқаным дұрыс, менікі осылай болу керек деген осындайда түрі болады. Үлкендерді тыңда, менің айтқаным. Иә, үлкендердікі тек дұрыс деп айтады ол кезде. Онда сен бұл жерде ешкім емессің. Өскеннен кейін сол кезде өз ой пікіріңді білдіресің, сол кезде сен өздік деп айтатын боласың деп сөйтіп айтуы мүмкін. Ол авторитарлық түрі деп сөйтіп табылады. Біз байқаймыз, өзіміздің ортамызда да көп араласта боламыз ғой. Сол кезде мысалы сұраған кезде, былай бір кішкентай әлгі тест диагностика дейді ғой, сол сияқты айтуға болады. Сұраған кезде саған не нәрсе ұнайды, мысалы тағамдарды, сен не нәрсе қалайсың десе, білмеймін. Сен не таңдайсың, сен не аласың, мен соны ала салам деген сондай сияқты болады ғой. Ол өз ой пікірін жеткізе алмайды және айта алмайды. Басқа көпшілік не деді, соның артынан жүретұғын сондай нәтижеге әкеледі. Осындай тек осы түрін ғана пайдаланатын болса ата-аналар. Сонымен қатар және үшінші түрі бар, ол баланы өз бетімен жіберу деп айтамыз. Ол дегеніміз баланы әлгі біз жақсы көргенімізді білеміз, әлгі құрметтеу және де бар нәрсеге рұқсат беру деген ол әртүрлі дүние. Соны біз айырып білуіміз керек, қалай екен деп. Мысалы, мына өз бетімен жіберу дегенде баланы жақсы көріп отырып, мен жақсы көргеннен баланың айтқанын барлығын орындайды. Мысалы, анан алам деймін, сонан кейін одан кейін былай араласып отырған кезде де бүйтіп айтады: ой, мен балам бәрін өзі біледі, мен балам бәрін өзі таңдайды, біз деген әлгі соның елеуімен, соның айтуымен ғана жүреміз дейді. Ол да дұрыс емес. Себебі одан кейін бала шекара деген нәрсені білмейді, басқаны сыйлау дегенді білмейді. Менің ғанам қалауым бойынша бәр нәрсе бола қоймайды екен деп, ертеңгі ересек күнде де ол жалпы сол ересек кезінде қиындар туындандырады. Қарым-қатынаста, жалпы жұмыста да, одан кейін әлгі жұмысқа да орналасу кезінде, істеген сай келмеу, өзінің талаптары сай келмеуі мүмкін. Әрине, соның барлығы осылай бірлесіп бастай береді. Осы түрінің бірі. Одан кейін былай қарап отырсаңыз жақсы көрген сияқты, айтқан істегенде. Бірақ та осы екінші жағы бар. Соңғы төртінші түрі ол балаға мүлде тәрбиесіне кіріспеу деген түрі бар. Ол дегенде баланы өз бетімен жібереді. Баланың қал жағдайы қалай екен, көңіл күйі қалай екен, мүлде оған көңіл аударылмайды. Ондай балалар ерте ересек болады, балалық шақты көрмейді деп айтуға болады. Кейбір ата-аналар күнделікті өмірде де байқаймыз, мысалы туыстардың арасында болсын да, таныстарымыздың арасында болсын, кейбіреулер балаларына айқайлап жіберуі мүмкін, дауыс көтеріп, тіл тигізуі мүмкін, немесе тіпті қорқытып, қол жұмсап жіберуі мүмкін да, яғни тартып жіберіп. Сол қаншалықты баланың психологиясына әсер етеді? Сол туралы бір зерттеулер бар ма? Әрине, зерттеулер бар, және де бұның барлығы балаға ол
өзінің бір кедергісін әкеледі. Ол жалпы баланың дамуына өте көп әлгі балта шабады деп айтуға болады. Ол баланың талапкерлігіне, ертеңгі ізденушілік қабілеттілігіне, соның барлығына ол деген өте көп маңызды бір үлесін қосады. Соны ересек ретінде ескере ала отырып, өзімізге уақыт бөлуіміз керек. Өзімізге бөлек, баладан бөлек, күйеуімізден бөлек, әйелімізден бөлек, бізде өте көп ер адамдарды да, балаларды тәрбиелеп отырғандар да көп қазіргі деңгейде. Сол жағынан өзімізге көмек көрсете біліп, және де соны пайдалана білу керек. Себебі ең маңыздысы, қаншамалықты сіз шаршап тұрсаңыз да, қаншамалықты сіз осылай өзіңіздің медицинаңызды ұстай алмай тұрсаңыз да, қол жұмсау деген ол енді мүлде керексіз дүние. Себебі сіз баланың тек қана психикалық дамуына емес, мына физикалық түрде де өте көп кедергі жасауыңызға мүмкін. Мысалы, қаттырақ сіз үлкенсіз ғой, үлкен ретінде қаттырақ шапалақ, ол сізге білінбейді, ол жеңіл сияқты. А баланы бүйтіп салып кеп жіберген кезде, баланың мына құлағынан кейбіреуі бүйтіп бетінен емес, құлағынан тартып жүрген. Ал мына жерде өте көп біздің нервный окончание дейді ғой, солардың барлығы өте көп. Соның барлығы бір-бірінен үзіліп кетуі де мүмкін. Және де барабанный перепонка дейді, онда жарылып кетуі де мүмкін. Сондықтан зорлық-зомбылық физикалық түрде көрсету мүлде келмейді. Соны ересек адам ретінде өздеріңізге көңіл аударғандарыңызды сұраймыз. Ол туралы зерттеулер өте көп. Қазір айтсақ, өте уақыт оғанда да бөлінеді. Оны желілерге қойсаңыздар да өте көп сол нәтижелер шығады. Мен сіздерге жаңағы айтып кеткенім, ол кішігірім ғана нәтижесі сол. Егерде сондай зорлық-зомбылық көрсетсеңіздер. Ал енді эмоционалды түрде психологиялық зорлық-зомбылықта болады. Бұл айғайлағанымыз, ұрысқанымыз, ол біздің психологиялық зорлық-зомбылықтың бір түрі болып есептеледі. Ол да балаға жағымсыз. Жаңа айтып отырғандай, егерде бізде көбінесе көп ата-аналар сондай зорлық-зомбылықтың түрін көрсеткеннен кейін, одан кейін өздерін кінәлай бастайды. Сондай деңгейге жетпеу үшін бірнеше жаттығулар бар, бірнеше өз-өзіңізді былай бір орынға келтіретіндей бір жағдайлар бар. Соны қарастыра отырып, солай өздеріңізге көңіл аударған дұрыс. Сонда бірақ кейбір ата-аналар ойлайды ғой, мен баламды ұрмаймын, тек қана дауыс көтеріп қана. Яғни дауыс көтерудің өзі зорлық-зомбылық, эмоционалдық зорлық-зомбылық түріне жатады. Психологиялық, зорлық-зомбылықтың түріне болады. Дауысты әртүрлі көтеруге болады. Дауысты тональность ретінде осылай көтеруге болады, айғайлауға болады. Ол да мүлде бөлек нәрсе. Айғайлаған кезде, енді міне сіз ересек адамсыз, қазір мен сізге айтсам, Айнұр, бұл деген не? Қалай сезініп отырсыз? Әрине, жайсыз, бірден өзіңді жинап, былай. Денеңізде қандай сезім пайда болды? Андай бір сізге жауап бергің келетін секілді болады. Яғни, егер бала болса, мысалы, ересек адам болғанда да. Яғни, жайсыз, әрине. Жайсыз, және де бір айта алмай тұрған сөздің қорқыныш. Былай жиналып қаламыз. Сіз даже дене түріңіздің өзінде былай жинақталып қалыңыз. Мен сондай керемет нәрсе айтқан жоқпын. Ал ойлаңызшы, кішкентай бала оған қалай көңіл аударады? Ол мүлде өзі кішкентай болғанмен ол тіпті жабылып қалуы мүмкін. Бірден түйіп, және де ол ашылу өте қиын одан кейін оны. Жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, жаттығулар бар деп. Яғни ата-ана өзінің эмоционалдық жағдайын, яғни эмоционалдық көңіл күйін бір ашуланып тұрған кезде қалай басуға болады? Яғни қалай өзін қолында ұстау керек? Өте маңызды сұрақ, себебі бұл өте жеңіл нәрсе. Ең бастысы біз жалпы өзіміздің істей алатынымыз ол дем ырғағы. Егерде сіз байқап тұрсаңыз, мына деген ол эмоция ғой. Эмоция болғаннан кейін ол іштен көтеріле бастайды. Сіз уже сезіп тұрсаңыз, мына эмоцияларыңыз кетіп, сіз балаға да айғайлауға дайын тұрмын деген кезде, ескере ала отырып, 10-ға дейін санаңыз. 1, 2, 3 деп ішінен санауға тырысыңыз. Сіз ол эмоцияны шығармай, ол ешқайда кетпейді. Сондықтан балаңызға неғұрлым дауысыңызды өзіңіздің бақылауыңызға салып, айтыңыз: балам, мен сенімен қазір сөйлесе алмаймын, маған уақыт керек деп. Сол уақытты алыңыз өзіңізге. Сіз құқылысыз ол уақытты алғанға. Және де балаңызды басқа бөлмеге кетіп, тіпті ондай жағдай болмаса да өзіңіз ванныйға кетіп, ана эмоцияңызды шығарып алыңыз. Себебі, егерде сіз ол эмоцияны қалтыра берсеңіз, сіздің де ортаңызда ол былай контейнирование дейді біздің тілімізде, ол қала береді. Оны да бір шығарып алатын немесі бар. Сонымен сол эмоцияға берілмеу үшін мына жерде
өзіңізге уақыт алып деміңіз арқылы және де терең демалып алуға болады. Деп бүйтіп демалып алсаңыз, соны шығара аласыз. Оны неғұрлым мүмкіншілігіңізге байланысты басқа жерде, мысалы ванна бөлмеңізге немесе басқа жерге кетіп қалып істегеніңіз дұрыс болады. Бұл ең бастысы. Абылай жалпы өте көп техникалар бар. Өте көп демалады. Суық суды іше салсаңыз да сәл біраз уақыт және басу. Сіз мынандай балаңызға маған мен қазір сенімен сөйлесе алмаймын, маған біраз уақыт керек деген айтқанға дейін жеткізе алатындай осындай жеңіл, тез осындай. Қысқа, бірақ өте маңызды уақыт дейсіз ғой арасы. Әрине. Бірақ енді осы жаңағы ашуға беріліп, айғайлап қойғаннан кейін, мысалы, ұстай алмай қалды ата-ана, мысалы, өзін не істеу керек, ол баланы өзіне қалай қайтадан жұмсартып, осы мәселені қалай жөндеуге болады? Ондай жағдай жиі болады. Адам болғаннан кейін бәр нәрсе болады. Өзіңізді кінәламаңыз. Бізде көбінесе ата-аналар алады да, одан кейін мен балама не жейсің сен? Мороженое әкеліп берейін, неме деп, оны сатып ала бастайды. Жуып шайып өзінің күнәсін. Жуып шайып деп біз ойлаймыз, оны бала ұмытып кетеді, мен егерде сөйтіп жуып шайсам. А ол бала оны ұмытпайды. Ең дұрысы ол баламен сөйлесіп, балаға өзіңіздің жағдайыңызды түсіндірген. Кешірім сұраңыз, шынымен де айтып. Мен ашуға ие болмадым, адамдарда ондай нәрсе болады. Ондай жағдайлар міне осылай деп балаңызбен бірге түсіндіріңіз. Баланың тіліне, баланың деңгейіне байланысты. Егерде 3 жастағы бала болып сіз айтып, мен деген осындай эмоция, ол түсінбейді оны. Оны айту керек. Мен үлкендер осындай кезде осылай эмоцияларға түсеміз. Ол мен ашуландым деп атаңыз, эмоцияның атын атаңыз. Ол да өте маңызды балаға, жалпы одан кейін де біледі екен. Мынау мен қуанғаным, мынау менің ашуланғаным. Оның барлығын бала осы үлкендердің арқасында біледі. Жалпы бұл енді өз алдына бір бөлек тақырып десек болады. Бауыр басушылық бар. Жалпы бауыр басушылық деген не ол? Кейбір ата-аналар қате түсіну мүмкін ғой оны, яғни баламды жанымда ұстасам, оны жақсы көрсем деген секілді. Бірақ бұл өз алдына бір үлкен теория бар, бауыр басушылық. Соған тоқталып кетсеңіз. Тамаша өте, себебі мына тәрбиенің сұрақтарын көтергеннен кейін осы тәрбие, бала болғандықтан, жалпы қандай ата-ана боламыз дегенде, осы бауыр басушылық теориясы ол дегеніміз ең маңызды көп нәрсені түсіндіретін теория деп табылады. Бұл бауыр басушылық ол тек қана егерде жаңа не деп айтып жатсыз ғой, жай жалпылама тілде айтсақ, ол бала мен ананың ортасындағы эмоционалды байланыс. Сөйтіп, қарым-қатынас. Міне, бала осы дүниеге келгеннен кейін бала тәуелді. Ата-анасынан тәуелді. Ол ересек болған жоқ, жаңағы айтқандай. Және де егерде біз осы бауыр басушылық теориясы түсіндіреді. Баламен қандай жақсы эмоционалды байланыста болу керек екен. Балаға қалай көңіл аудару керек екенін. Және де бала сөз жоқ туа салысымен, ол деген айта алмайды сізге қалай не керек екенін. Ал бауыр басушылықта осы теориясында ол қалай маңызды екен, қаншамалықты жауап беру керек екен балаға. Қалай деген онымен қарым-қатынасқа түсу керек екен. Мысалы, қазір барлығымыз білеміз, жас ана босанғаннан кейін гормоналды түрде мына физикалық деңгейде өзгерістер болғаннан кейін өзіне сәйкес былай бақылау жасай алмайды көбінесе. Сонда мысалы өзі былай қатты немет тұрса, ал баламен мен қалай эмоционалды байланысқа түсе аламын, қандай болуы мүмкін десек, ол дегеніміз өте үлкен бір үйрететін тақырып деп айтсақ да болады. Сонымен қатар біз ескере алып отыруымыз керек, туыстарымыздың көмегіне жүгінуіміз керек, жолдасымыздың көмегіне жүгінуіміз керек. Себебі ата-ананың неғұрым тұрақты, эмоционалды өзінің сезімі ол балаға деген беріледі, көрінеді. Бала сол арқылы біледі, мына өмірді таниды деп айтуға болады. Рахмет, Зухра ханым. Бүгінгі жалпы әңгімеміз ата-аналарға бір пайдасы тиеді деген үміттеміз. Сау болыңыз, келесі кездескенше.